Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз екілік ақпаратты ұсыну практикум. А деңгейінің тапсырмасы ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодта: бинарий кодинг, информатика, Қазақстан, рухани жаңғыру. Бұл тапсырманы орындау үшін бізге ASCII коды керек. Осы А деңгейінің жауабын өз жауаптарыңызбен салыстырып алыңыздар. Келесі Б деңгейі. Берілген сөздерде қанша символ, қанша байт, қанша бит бар екендігін есепте. Информатика, компьютер, монитор, модем, пернетақта. Бұл тапсырманы орындау үшін біз мына ережені еске түсіріп өтейік. Әдетте бір байттың көмегімен бір символ кодталады. Символ кез келген белгі әріп, сан, тыныс белгісі не бос орын болуы мүмкін. Бір символ бір байтқа тең болса, бір байт 8 битке тең. Олай болса, Б деңгейінің жауабы информатика сөзінде 11 символ, 11 байт, 88 бит бар. Компьютер сөзінде 9 символ, 9 байт, 72 бит. Монитор 7 символ, 7 байт, 56 бит. Модем 5 символ, 5 байт, 40 бит. Пернетақта 10 символ, 10 байт, 80 битке тең екен. Келесі С деңгейі. Бірінші екілік кодтарға сәйкес келетін ондық кодтарды анықтап, сәйкес символдардан сөз құра. Екінші ондық кодпен берілген мына символдарды анықтап, жасырылған сөзді ата. Бұл жерде де ASCII кодын пайдалана отырып, жауабын жазамыз. С деңгейінің бірінші тапсырмасының жауабы және С деңгейінің екінші тапсырмасының жауабы. Осы жауаптарды өз жауаптарыңызбен сәйкестендіріп тексеріп алыңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.